шешендік өнердің берері мол. Абай, Кемеңгер Абайдың өнер алды қызыл тіл дейтін дүниесі сол. Жақсы сөйлей білсеңдер, сендер кез келген адаммен тіл табыстырасыңдар. Жақсы сөйлей білу, ойды жақсылап жеткізте білу. Мағжан Жұмабаев мектебінде қайсың? Сен бе? Сен? 41-ші мектептен сен, да? 41-ден? А сен? 93. 93. Ол да осы жерде болсын. Geldim ben. Қазір енді осы сабақта барлық шешендік өнердің бәрін қайталаймын. Бүгінгі тақырып мен 4 кітап, 4-ші кітап жоқ. Мына кітаптардың барлығының авторы мен тренингті жүргізетін менмін. Сондықтан мен орысша, қазақша жүргізіп жатырмын қазір. Орыс тобында балалар келіп шұғылданып жатыр. Мына қазақ тобына балалар өзгеріпті. Сендер жаңадан келдіңдер. Өткенде басқа балалар болған. Сондықтан сұрап отыр. Сендерге өзі керек болса, сендерге ұнайды ма шешендік өнер деген? Қазақтың би шешендерінің мұрасын білесіздер ме? Естіп көрдіңдер ме? Қазбек би, Төле би, Әйтеке би. Қалай сөйлеген. Бұл керемет жақсы өнер. Егер шешендік өнерге үйренсеңдер, үлкен мансапқа, үлкен қызметке бару, артынан көп адамдарды ертуге бұл өте керек нәрсе. Болашақта негізі менің көздеген мақсатым 8 қырлы бір сырлы азамат тәрбиелеу. Сондықтан 8 қырлы адамның қалыптастырғым келеді. Осы жерде Абайдың 175 жылдығына байланысты мен осы жобамды айтқан болатын. Бұны мен рухани жаңғыруға байланысты назарына ұсындым. Мені барлық қабыл алды. Мені қандай қылды. Мына жерде дәулетті болу керек. Әрі бай болу керек, әрі ақылды болу керек, әрі білімді болу керек, әрі өнерлі болу керек. Барлық нәрсе бір бойында болу керек. Мені 10 балмен есептейді. Кеше маған айтты, аға біз үйде 10 балмен есептеп, әке шешемізді бәрінің осына несін шеңберін жасадық деп. Осы шеңбер сендер үйге барған жасауға не болған? Бірінші өздеріңе жасаңдар. Сенің дәулетің қандай жағдайда? Сенің мына жерде жұмыс дейін, мысалы, әкеңнің жұмысы, анаңның жұмысы, жұмысына неше бал бересіңдер? Он балмен есептейсіңдер. Ал өзіңде оқуды қоясың. Сен жұмыс, сенің дердің жұмыстар бұл оқу. Енді мына жерге отбасы дейміз. Яғни сендердің отбасыларына да аға бересіңдер. Отбасыда қалай? Тату тәтті жақсы өмір сүріп жатырсыңдар ма? Жоқ, күнде ұрыс керіспейді. Әжелеріңмен қашан сөйлестіңдер? Аталарыңмен қашан қарым-қатынастасыңдар? Әкеңнің туыстары, шешеңнің туыстарымен қандай қарым-қатынастасыңдар? Бір отбасы. Кім жақын деген кезде, Абай кім жаңағы Қаздауысты Қазбек қалайды? Тату болса ағайын жақын, ақылшы болса апайын жақын, инабатты болса келінің жақын, бауырмал болса інің жақын, алдыңа тартқан адаласын, қимас жақын қарындасын, сыбайлас болса нағашың жақын, адал болса досың жақын, еркелейтін немерең жақын, өз ұрпағың шөберең жақын бәрі көрме. Сол сияқты мен Абайдың туыс жақындар бәрі, әкесі де ақылды, анасы керемет дана. Әжесі қандай керемет. Міне, отбасын. Сондықтан Абайын керемет болып тұрған. Міне, енді келесі нәрсе, міне достар дейді. Сендерде қараңдар, қандай достарың қандай. Жақсы достар болса, ол тамаша. Міне, енді келесі, мынау денсаулық. Сендерде денсаулық қазір жақсы. Сендер әлі баласыңдар. Сендердің ата әжелерінің денсаулығы қандай? Міне көрдің бе? Соны қарайсыңдар. Мына жерде міне әуездік деген нәрсе келеді. Хобби дейді.
бос уақытында кітап оқисың ба, өлең шығарасың ба, ән жазасың ба? Мына жерде бұнда 10 балмен есептесіңдер. Мына жерде мына ақша. Сендерге қазіргі ақшаның керегі жоқ сияқты. Сендерде әзірге ақша бар. Түрік лицейіндегі ақшаны қазір бере қоймайтын шығар. Сен енді үлкенсің. Сенің кіші қарда нелерің бар, сіңілің бар ма, бауырларың бар ма? Сен жалғызсың ба үйде? Жоқ, бәрі үлкен ба сенен? Әпкем бар. Әпкем бар. Әпкем бар, сенен үлкен яғни. Оны көрдің маған. Яғни сенің жағдайың жақсы. Әкеңнің шешең сенің аузына қарап отыр. Сен не айтса, соны орындайтын сияқты. Солай ма? Жоқ, орындамайды ма кейде? Алып бердігіндер сен әпермейді ма? Мәні, біздің көздеп отырған мақсатымыз сол. Сендерде енді өз ақшаларың болады. Мына жерде демалыс болу керек. Дұрыс демала білу керек. Міне осы 8 нәрсені бойына адам қалыптастырса, сол кезде бәрі жақсы болады. Бұл нақты болу керек. Орысша конкретно дейді ғой, нақты. Мен мынаны істеймін дейсің. Соны көресің. Оны және қай уақытта уақытын көрсетесің. Қай уақытта сол затты бітіріп бересің. Яғни, сол жұмысты бітіресің. Мен мына биді үйренем дейсің, сол биді бір аптада ма, бір айда ма үйренесің. Мен мына романды оқып бітірем дейсің, көрсетесің сол. Бұл романды мен бір аптада оқимын, 3 күнде бітірем деп. Тамақ пісіруді үйренсің, онда айтасың. Міне, мына тамақты мен бүгін 1 сағаттың ішінде үйренем. Сосын мен о деген нәрсе, бұл сезімге байланысты нәрсе. Сезайлы. Сезім. Егер музыка үйренсең, сен көз алдыңа елестет. Қалай сол инструментті ойнап отырсың. Фортепиано болса фортепиано, домбыра болса домбыра, қобыз болса қобызды ойнап отырғанды көз алдыңа елестетесің. Мен осындай уақыт істеймін. Тоқыма тоқып жатсаң, мен тоқыманы былай тоқимын. Тамақ пісіріп жатсаң, тамақтың дәмі мынандай болады. Музыка ойнап жатқан кезде, ол мынандай инструменттер ойнайды. Көз алдыңа. Сезім. Көз алдыңа елестетесің, сезім органдар сәкін қандай болады. Айтады, үшінші, тәуелсіз болу керек. Оған ақшаны қазір әке шешеңнен сұрап алсаң да, кейін ақшаны өзің табу керек. Солай үйрену керек. Төртінші. Бұл экологиялық тұрғыда таза болу керек. Экологиялық тұрғыда таза болу керек. Яғни сен пісірген тамағыңнан кейін, сосын ішің бұрамау керек. Көрінді күліп жүреді. Ол тәтті, тамаша тағам болу керек. Жеген кезде, мен киген киімім де солай. Сенің қимыл әрекетін шектелейсің. Сосын міне құнды дүние болу керек. Құнды бағалы нәрсе болу керек. Сурет салсаң, сен суреттің жанында кісі жүретін болу керек. Сатып алғысы келіп. Сен андай ән айтатын болсаң, атың кім? Жанерке. Кім? Жанерке. Жанерке? Ой, Жанерке сияқты ән айту. Жанерке билейді де ой. Билемейсің бе? Сенің сіңілің бе? Әні көрдің бе қандай жаз? Сіңілісің жанына алып бүгін өзбен бірге. Кім Жанерке шаршады. Байқадыңдар ма? Оған дұрыс. Ол мұнда лекция тыңдауға келген жоқ ғой. Ол келіп, ойын бөлгісі келеді. Мұндай көңілді өзін көңілді ұстағысы келеді. Біз оның көңілін көтерудің орнында оған тоқтай тұрып, біз ойымызды айтып алайық деп жатырмыз. Міне. Енді біз 4 нәрсені үйреніп алдық. 4 нәрсені қадірін білдік. Бірінші адамға не керек? Ақша керек. Екінші
дәреже керек адамға. Статус. Үшінші нәрсе, бүйтіп жазып қойып ақша, дәреже, мәртебе деп жатамыз. Осы мынау бұл жерде ресурсы, мынау уақыт. Денсаулықтың бәрін қосқан кезде қалай деп атаса екен бәрін. Денсаулықты да, көңіл күйді де бәрін қосқан кезде қалай деп атағанымыз дұрыс. Ресурс деп атадым мен. Солай көрейік кәдімгі. Міне бала, сендер баласыңдар. Uşaqlar Не буду учиться. Не надо, я сломаю. Ты забыл эту еще? Может, ему точно. Энергия такой, энергия, қуат. Міне бала кезде көрдіңдер ме? Сендерге әке-шешелерің ақшаны беріп отыр. Сендердің дәрежелерің керемет жақсы. Жаңа Айғаным мен Жанерке дәрежесі бар. Бойында күш қуат бар сендердің. Денсаулық бар. Сендердің уақыт жеткілікті. Ол бала кезде. Енді сендер өсесіңдер. 15-16-ға келесіңдер мүмкін. 15-16-ға келген кезде аны жастық шақ. Сол кезде сәтінде ақша бермейді. Бірден алам десең. Сол кезде сенің кейінгі балаларға назар аударып та, саған көп назарды аудармайтын кездер болады. Ну? Потому что первый, теперь выкинь честно. Көрдің кенже, сен бар? Нет, мой братик. Көрдің, сенің сенің кейінгі. Уже сендер сасай бола бастадыңдар. Сондықтан енді ойлан деген нәрсе ол. Мен бойларында күш қуат бар, уақыттарың бар. Енді мына уақытта ақша табуға қолдану керек. Яғни, егер тоқыма тоқысаңдар, Тоқыманы жақсылап істеп, сурет жақсылап салып, сосын жақсы реклама жасап, шығаруға болады. Онан кейін жақсы тамақ пісір, торт пісір, сатып алып. Енді үйрене бастайсыңдар. Сол кезде мына жерде плюс пайда болды. Ал ол жақ қартыңда ақша пайда болған кезде, сенің дәрежеңде жақсы. Мен енді сана сатып көрдім қалай. Мені осылай. Барлығы общение салғысы келетін болса. Қандай? Захотят с тобой рекламу попросят тебе сделать. Или там поколабиться с тобой. О, дұрыс. Дұрыс. Мені сол кезде дәреже. Себебі сенде ақша пайда болды. Ақша пайда болды, сен енді өзіңе керек нәрсені сатып аласың. Енді содан кейін үлкен ересек боласың, ересек болған кезде мынаның бәрі плюспен шығады. А егер де сен мынаны өзің қолыңа алып, жаңа уақытты қолданбағанда, и мына бойыңда қуатты күшті қолданып, дәреже жасап. Ересек болған кезде оның бәрі плюс болмайды. Кейбір адамдардан кедей болып жүреді сол. Ол кезінде үйренген жоқ, жас кезінде. Енді мына үлкен ересек болған кезде оның не уақыты жетпей жатады. Оның денсаулығы да бұрынғыдай болмайды, күшті қуат. Енді ол алдында ақша тауып үйренбеген адамда ақша да болмайды. Ақша болмағанда оның дәрежесі, статусы да болмайды.
Енді кәрілік келген кезде, бұдан кейін кәрілік келеді. Ол кәртайғандағы жағдайы бәрі минус болар еді егер де өйткен. Қазір егер де мұнан барлығын өзі ақшасын тауып, өзі қорын жасап алса, ол кәрілікте жақсы кәрілік. Балалар көмектеседі, немерелер көмектеседі, жағдайы жақсы. Вот соған қалай қол жеткізу керек? Мен сол тақырыпты сосын ашамын. Мына кітаптарда соны бәрін үйретемін.